жаққа бастады, жолды көрсетіп, бірақ сөзге айтылған мәңгі өшпес ұран тастады. Ол оян қазақ. Біздің бүгінгі көрінісіміз Міржақыптың шын бейнесін, оның адал жүрегін, оның әділет үшін күрескен рухын сіздерге көрсетеміз. Ендеше назарларыңыз сахнада болсын. Алдарыңыздағы қойылым оян қазақ үндеуінің жалғасы Тәйім Дулатовтың өмірі. Қанша ғасыр қамыт кидік, қайран елім өз жерінде өгей болып отыр. Қолымда қару жоқ, бірақ сөзім бар. Сол сөз халықтың жарасын тіліп түсінетін қылыш болу керек. Мен үндемесем, кім сөйлейді? Мен күреспесем, кімге үміт қалады? Тыс, түрмеме қорықпаймын, жазалауыма басым дайын. Бірақ бір ғана нәрседен шошимын. Қазақтың үнсіздігінен. Мен саған тыныш өмір бере алмадым. Бірақ сен маған тыныштықтан да биіктірек болдың. Мен сенің көзіне қарап тұрып, бүкіл бір ұлттың көзін көрем. Жақып, сенің жолың ол ауыр жол. Ал сенің сөзің, ол найзағай. Ал сенің үнің, ол мың жүректің соғысы. Міржақып, мен сенен тыныштық сұрамаймын. Мен сенен тек жалын ғана сұраймын. Жалын. Сен тек менің емес, мың ананың арманы, мың баланың тірегісің. Міржақып, барыңды сал. Қалауыңнан оқ атылсын, сөзіңнен от шықсын. Тек бір уәде берші. Тілімді сатпа, дінімді қорлатпа, халқымды ұмытпашы. Серт етемін, қазақ тірі тұрғанда менің үнім де сөнбейді. Халқым үшін өлсем арман емес. Өз халқыма үнсіз қалсам, сонда ғана өлемін. Гражданин Дулатов тут живет? Я осында. Гражданин Дулатов, выйдите, вы арестованы за антисоветскую агитацию, собирайте немедленно. Не айтып тұрсыздар, не істеп қойды ол сендерге? Вот приказ, подписан начальник ОГПУ без разговоров. Қанижамал, қорықпа, бұл уақыттың сынағы. Әке, бұлар не деп тұр? Мен қорқып жатырмын. Қызым, қорықпа, әкең тек шындық үшін кетіп бара жатыр. Шындықты ешкім тұншықтыра алмайды. Жақып, біз сені күтеміз, сен қайта ораласың ғой. Қорықпа, Қанижамал. Халық барда үміт бар. Хватит разговор, время вышло, на выход, последнее слово. Бұл сақта, қызым, бұл менің сенімім, халықтың үміті. Қорықпауды үйретті. Қайда Міржақ? Бізге ұлтшылдықтың тұрағы емес, сендер халық жауы болып бастыңдар. Міржақып, ол халық жауы емес, ол өз ұлтының үні. Сендер ол үнін тұншықтыра алмайсыңдар.
Бәрі тәркіленеді. Мына қағаздар отқан. Мына баладан да бір бүлікші шықпас үшін ерте бастан тәрбиелеу керек. Не айтып тұрсыз? Бұл ертең өз халқы үшін дұға ететін ұрпақ. Сендер біздің кітаптарымызды жыртарсыңдар, бірақ үнімізді өшіре алмайсыңдар. Тоқтаңыз, сіздер біздің қағаздарымызды жыртарсыздар, үйірімізді қиратарсыздар, бірақ жүрегімізді жеңе алмайсыздар. Бұл үйде тыныштық, бұл үйде қорқыныш жоқ, бұл үйде ұлттың рухы бар. Бақтайса мал мен бақ құралмаған, сабыр қыл үміт үзбе бір алладан. Дулат, ты что, сдурел, что ли? Сам с собой разговариваешь. Гүбірлемей тыныш отыр, сен өлең ешкімге де керек емес. Менің жазған өлеңім ертең сендердің балаларың үлгі болады. Сен өлең, мен балам айтын, түкке де тұрарлық емес. Көреріміз түкке тұрғысыз болғанын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Қайран ақын Мағжан-ай. Маған мұжақ жайлы шындық керек. Сіздің естеліктеріңізді ешкімнен артық ешкім айта алмайды. Шындық дейсің бе? Бүгінде шындықты іздейтіндер азайып кетті ғой балам. Бірақ мен сол үшін келдім. Кітапта жазылған мұжақ бұран, ал мен адамды білгім келеді. Ол қандай еді? Ол намыстың өзі. Бүгінде халық үшін отқа түскен жүрек. Бірақ сол от өзінде шарпыды. Ол күлмейтін, көбіне үнсіз жүретін. Бірақ жазғанда байзадай, әр әріпмен ұлтты оятты. Ал жұрт неге оны ұмытып барады деп ойлайсыз? Ұмытқан жоқ, тек қорқады еске алуға. Кейде ол өз батырынан да қорқып кетеді. Мүмкін біз қорқпай айтуымыз керек шығар? Айтыңдар, сендер айтпастан да тарихтың үні өшеді. Міржақып тек өткенің емес, ертеңнің даусы еді. Жақсы. Апа, сіз демалыңыз. Бірақ мен уәде берем, бұл үн енді ешқашан да сөнбейді. Көріңіз. Саламатсыз, бәріңіз сіз қандай қалжадан білетін бүгін бақылау сен. Саламатсыздар, жақсы тек Не болған сізге? Әлі ағатамды ақтамай кетпейсіз. Көріңіз, әлі ағатамның ақталған бір дастархан басынан тойлаймыз. Анашым, не естірсіз, бір беріп едіңіз. шығыңыз, уақыт жоғалтпай. Гүлнәр апа, мен сізге көмектесемін. Сіздің боласыз? Мен журналистпін. Саламатсыз ба? Түсінемін, сізге де болмаймыз. Дәл қазір сізге көмектесемін. Мен ағамды көмектесеңізші. Сізден басқа ешкім көмектеспейді. Түсінемін, сіздің де жұмыстарыңыз көп. Мен қазір келемін. Мен сізге сенемін, апай. Сен кімсің бе, кімсің өзі? Не болды? Түнгі өрт сөндіргенде. Амандық па өзі, тыныштық па?
Тыныштық пен амандықтың бәрі осында ғана екен ғой. Сендер өздерің жандарың тыныш, аман болса болды ғой, иә, бәрі келмек қой. Ана жақта Гүлнар өлгелі жатыр. Міржақ қызарып қалып сендердің отырған мына құсыларынан. Не болды? Дұрыстап түсіндірші, не болды сонша? Мен бір ғана нәрсені түсінбеймін. Бәрі шетінен ақталып жатқанда Міржақтарды қалай ғана тұншықтырып ұстап отыруға болады? Мен бекен, мен қолымда бекен, мен бекен соны тұншықтырып отырған. Сөйтіп әкеліңдер ме маған? Давай тұйықтар. Сенің қолыңда болмаса, не үшін отырсың мұнда? Алдыңа талай рет келді ғой, қандай әрекет жасадың? Айтшы маған, біле білсең, Міржаққа жағылған қара түйе сенің маңдайыңа басылған қара таңба. Ха, сонда мына жақта отырған бәріміз жұмысымызды тастап, Міржақты тақтауға жұмсауымыз керек екен ғой. Сөйтіп әкеліңдер ме маған? Дұрыс айтасыз аға, жұмсауымыз керек. Өйткені ол Дулатов, білмесеңіз мен сізге айтайын, ол бүкіл қазақты оятқан Дулатов. Ақырын сөйлейін. Қазақтың тұңғыш романын жазған Дулат. Елдің есінде түгіл түсінде жоқ заманда есеп кітабын жазған Дулат. Сіздің анау алдыңыздағы қосуыңыз бен азайтуыңызды, көбейтуіңіз бен бөлуіңіз қазақшалап шығарып берген дәл сол Дулатов болатын. Оның публистикасын әрбір қалам ұстадым дегенде сабақ қылып өту керек. Онсыз да оқуда оның аты жазылмаған қаншама шығармалар жүр. Қазақстан тарихын 300 беттік кітап қылып шығарғанда ең көбі сол Дулатов емес пе? Тағы несін айтайын, әлде түрмеде жатып күллі түрік боласына орысша сөздік жазғанын айтайын ба? Болды, қой, ертең шу болды. Ақылды азаматша емес пе едің? Не болды сол осымен сақина тілеп? Естісін, білсін, айтсын, шуласын. Ондай қуат, ондай алпатөсті ешқандай да топансын сөндіре алмайды. Қазаққа қылған қызметін ешқашан ешкім де ұмытпайды. Оны халық жау дегендердің өзі халыққа жау. Оян, қазақ, оян! Аталарым байғыз қазақтың қамын ойлап, ақыр соңында ақтала алмады. Бірақ сендер оны ұмытпаңдар. Ол ел аузында қалу керек. Ең маңызды әрі тарихи тұлға. Атамызды ұмытпаймыз. Бірақ сіздің ойыңызша сіз яғни еш жерде жоқ, сіз мықтысыз. Иә, апа, сіз мықтысыз. Ендеше мен тілек айтайын, иә? Апа, туған күніңіз құтты болсын. Жүз жасаңыз, ешқашан мұңаймаңыз. Міржақып атамыз әлі ақ ақталып шығады. Беймұрау отыра беріңіздер, өзім ашына салайын. Оппа, апа, туған күніңізбен 100 жасаңыз. Рахмет айналайын, не шаруамен келіп едің? Құтты болсын, апа. Өзім оқиын ба, әлде өзіңіз оқисыз ба? Сірә өзіңіз оқыңыз, иә? Ол не болды екен? Мен жеңдім! Әке, біз жеңдік! Ерлан, мұқышы мұнаны. Міржақ Дулатовты айту туралы қылмыстық іс қайта қаралды. Қазақ кср жоғарғы сотының 1988 жылдың 4 қарашасындағы коллегиясының шешімі бойынша ОГПУ коллегиясы 1930 жылы 4 сәуірдегі бұйрығы үкімін жойды. Және қылмыстық құрамы болмауына байланысты іс тоқтатылды. Міржақ Дулатов ақталсын. Көрініс өз мәресіне жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді осы қойылымды жоғары деңгейде алып шыққан өнерпаздарымызбен таныс болыңыздар. Басты рөлдерде Міржақып, Сапаралы Аслан, Ғалижамал, Көмекбай Асылай, журналист Абдияшим Айгерім, Гүлнар, Надир Гүлзат, қосалқы рөлдерде Айтбаев Дамир, Анарбек Жансая және кішкентай қызымыз Абдияшим Аяжан. Міржақып тәуелсіздік алуға үлес қосқан тарихи тұлға. Оны ұмытпау, өткенге құрмет қана емес, болашаққа аманат.